Сәлем достар, сіздермен бүгін трайфл десертін дайындаймыз. Жұмыртқамызға қант қосып, миксермен араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырып, 3 бөліп, миксермен араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Кез келген формаға құя берсеңіздер болады. 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут, 30 минут аралығында пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ыдысымызға салқын сливкиді құйып, миксермен жақсылап шайқаймыз. Қоюланған кезде сахарная пудраны қосып, тағы да араластырамыз. Одан соң творожный сырды қосып, толық кремге айналғанша араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Бисквитімізді осылай қолмен езіп, трайфлға арналған ыдыстарға салып, кремімізді жақсылап жағып шығамыз. Бетін тегістеп, морозильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Ганашын дайындауға кірісеміз. Сливкимізді отқа қоямыз. Ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Біртіндеп шоколадтарымызды сала отырып, жақсылап араластырамыз. Біздің ганашымыз дайын. Морозильниктен трайфлдарымызды шығарып, шоколадты ганашымызды қоямыз. Бетін тегістеп, қайтадан морозильникке жарты сағатқа саламыз. Осымен біздің трайфлымыз дайын. Сәндеу жағы өздеріңіздің ерекшелігіңізде. Осымен біздің трайфл милка десертіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.